Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтің әпке пьесасы 2-ші акт. Бізге берілген оқу мақсаты шығарма бойынша жазылған әдеби сын пікірлерге сүйене отырып өзіндік сыни пікір жазу. Ой түрткі сұрағы: төменде берілген Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бүгінгі тақырыбымызға қандай байланысы бар? Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, тұясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні. Осы өлең арқылы қандай ой түйдік, осыны айтып шығамыз. Келесі, бізде бірінші тапсырма екі жақты түсіндірме күнделігі. Мұнда мәтіндегі қатты әсер еткен тұсты оң бөлікке және сол әсер еткен үзіндіден өз ойыңды білдіру арқылы сол бетті толтырамыз. Өзіңді тексер, ықтимал жауап, бөліктің оң жағы, мәтіндегі қатты әсер еткен тұстары. Жалпы шығармада Қамажай өте сыпайы, мейірімді адам, жан-жақтан келген қыспақтардан соңында ауруға шалдығады. Қабеннің Қамажайға жасаған ұсынысы тосыннан болғандықтан ол ойланбай жауап береді. Сол әсер еткен үзіндіге менің пікірім: басты кейіпкер Қамажай алдынан шыққан қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор, жан-жақты. Драмада Қамажайдың өмірге құштар екені байқаймыз. Ата-анасынан жаста айырылған ол өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп, жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Оны Қабен атты жігітке: Қабен, ол қиын сияқты, бауырларымды қиып тастай алмаймын, олар әлі мен үшін бала, өздігінен өмір сүретініне күмәнім бар деп ұсынысына кері жауап қайтарғанынан білеміз. Келесі тапсырма: сыни пікір жазу әдісі бойынша кейіпкерлерге қатысты мәліметтерді іріктеп жүйелейді. Өзіндік пікір, дәлел, мысал, қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысалдар келтіріп, сыни пікір жазады. Яғни өзіндік пікір, дәлел, өзіндік пікірін айқындайтын мысал, өз пікіріне қарсы дәлел, қорытынды жазамыз. Ал енді жазған бөлігімізді тексерейік. Өзіңді тексер. Өзіндік пікір, ой, идея: Қамажай өте мейірімді, жаны нәзік, бауырлар үшін өз бақытынан бас тартқан жан. Дәлел: көңіліне қаяу салған бауырларын кешіре білуі, Қабеннің қайырылмауы. Өз пікірін айғақтайтын мысал: Қамажай, мен сені түсінемін, бірақ амалым не, үйдегі төрт азамат болмай өз басымның қамын ойлауға хақым жоқ. Бұл Қамажайдың сөз болатын. Өз пікіріне қарсы дәлел: Қамажай өзінің бақыт үшін күресуге тиіс болатын. Қорытынды: бұл шығармадан үлкен тәлім-тәрбие алуға болады. Әпкенің бауырларына деген махаббаты, қамқорлығы туралы айтылады. Келесі, кері байланыс тапсырмасы 5 минуттық эссе жазу. Тақырыбы: әпкенің бәрі Қамажайдай бола ма? Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.